Осы лактофильтрум деген таблетка болады, ішінде 60 штук. Қолданылуы: ішек микрофлорасының бұзылыстары, ішек дисбактериозы, сонымен бірге антибиотиктермен емделудің нәтижесінде кешенді ем құрамында тітіркенген ішек синдромында, гепатит және бауыр циррозында, аллергиялық ауруларда, апатиялық дерматитте, атопиялық дерматитте, есек жемде, бактериялық вагинозда, қынаптық дисбиозда, яғни аллергия. Менде түшкіру өте көп. Май айының басынан бері осымен бірге ішіп қолданады, басады дейді, ішін тазартады. Жарамдылық мерзім өтіп кеткеннен кейін қолдануға болмайды. Рецептсіз босатылады. Ылғалдан және жарықтан қорғалған кезде аспайтын температурада 30 градустан сақтау керек. Балалардың қол жетпейтін жерде сақтау. Бір таблетканың құрамында гидролизді лигнин құрғақ затқа шаққанда 355 мг лактулоза, 100%-ке затқа шаққанда 120 мг. Тұтынушы месогейтония лимассол кипартит. Бұл препарат осындай болып келеді. Ішіне 60 штук. Аллергиядан ішек құрылысының бәрін тазартады делінген. Көреміз енді. Менде 1 ай өтті. Бірақ сонда да әлде де түшкіру, мұрын құшу, бет құшу деген өте көп. Сендердің сау болсын, ауырмаңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.